Саламатсыздар ма топ білімгерлері? Бүгінгі сабақтың тақырыбы желі құрудың негізгі принциптері. Желіні құру тұжырымдамасы. Ең қарапайым желі бір-бірімен кабельмен қосылған кем дегенде екі компьютерден тұрады. Бұл оларға деректерді бірлесіп пайдалануға мүмкіндік береді. Барлық желілер дәл осы қарапайым қағидатқа негізделеді. Компьютерлік желілердің пайда болуы практикалық қажеттілікке байланысты. Деректерді бірлесіп пайдалану мүмкіндігі болды. Дербес компьютер құжатты жасау, кестелерді, графикалық деректерді және басқа да ақпарат түрлерін дайындау үшін тамаша құрал. Бірақ сіз өз ақпаратыңызды басқалармен тез бөлісе алмайсыз. Желілер болмаған кезде басқа пайдаланушылар онымен жұмыс істей алуы үшін әрбір құжатты басып шығаруға тура келді. Немесе жақсы жағдайда ақпараттарды дискеттерге көшіру. Желі қосылған компьютерлер тобы және басқа да құрылғылар деп аталады. Ал біріктірілген және бірлесіп пайдаланатын компьютерлер тұжырымдамасы желілік өзара іс-қимыл деп аталады. Желіге кіретін компьютерлер бірлесіп пайдалана алады. Деректер, принтерлер, факсимилді аппараттар, модемдер, басқа құрылғылар. Бұл тізім үнемі толықтырылып отырады. Өйткені ресурстарды бірлесіп пайдалану жаңа тәсілдері пайда болады. Компьютерлік желінің мақсаты. Компьютерлік желілердің негізгі мақсаты ресурстарды бірлесіп пайдалану және бір фирманың ішінде де, одан тыс жерлерде де интерактивті байланысты жүзеге асыру. Ресурстар бұл деректер, қосымшалар және сыртқы дисковод, принтер, тышқан, модем немесе джойстик сияқты перифериялық құрылғылар. Компьютерлердің интерактивті байланысты ұғымы нақты уақыт режимде хабар алмасуды білдіреді. Принтерлер және басқа да перифериялық құрылғылар. Компьютерлік желілер пайда болғанға дейін әрбір пайдаланушы өзінің принциптері, плоттар және басқа да перифериялық құрылғылары болуы тиіс. Принтерді бірлесіп пайдалану үшін жалғыз жолы болды. Бұл принтерге қосылған компьютер үшін. Енді желілер бір уақытта деректер және перифериялық құрылғыларды иеленуге мүмкіндік береді. Егер бірнеше пайдаланушы құжатты басып шығару керек болса, олардың барлығы желілік принтерге жүгіне алады. Деректер. Компьютерлік желілер пайда болған кейін адамдар ақпаратпен алмасады. Ақпаратты ауызша береді. Жазулар мен хаттар, жазбаша сөйлеу. Ақпаратты дискетаға жазып, дискетаны басқа компьютерге апарып, оған деректерді көшіреді. Компьютерлік желілер бұл процесті жеңілдетеді. Пайдаланушыларға деректердің кез келген түріне дерлік қол жеткізуге мүмкіндік береді. Компьютерлік желілерді пайдалану көптеген артықшылықтарды атап айтқанда, деректер және перифериялық құрылғыларды бірлесіп пайдалану арқылы шығындарды төмендету, қосымшаларды стандарттау, деректерді уақытылы алу, тиімді өзара қимыл және жұмыс уақытын жоспарлау. Қазіргі уақытта компьютерлік желілер жер шегінен шығып, тұтас елдер мен континенттерді қамти отырып, жаһандық компьютерлік желілерге өседі. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңдар.